Сәлем құрмет достар, қалдарыңыз қалай? Біздің влогқа қайта қош келдіңіз. Күнделікті шығып жатқан влогымызға қолдау көрсетіп, лайк басып, комментарий жазатқандарыңызға рахмет. Ал егер араларыңызда сөйтіп істемеген, тіркелмегендеріңіз болса, міндетті түрде тіркеліп кетіңіздер. Бүгінгі шығарылым қызық болғалы жатыр. Ал бастамас бұрын мен өзімнің достарым Ақерке мен Ботаның бастап жатқан подкастын сіздерге ұсынғым келеді. Олармен мен бірге университетте оқыған, қазір біреу Алматыда қызмет етеді, біреу Швецияда қызмет етеді, сонда тұрмыс құрып, айтпақшы, қазақ өзінің досым да жігітке қазаққа тұрмыс құрып, семьялары сол жақта. Сондықтан да солардың қызықты әңгімесі сіздерге қызық болуы мүмкін, сондықтан да кішігірім жарнама. Ал біз бастаймыз. Бүгінгі біздің шығарылымды түсіру үшін мен командамды шақырайын. Сонымен достар, бүгін біз сіздердің сұрауларыңыз бойынша өзіміз туралы таныстырып өткіміз келеді. Бірақ енді ішпыстырарлық болмас үшін біздің блог ішпыстырарлық емес, сондықтан да біз өзімізді қызықтырып таныстырайық деп шештік. Ол үшін дәл қазір әрқайсымыз өзіміз туралы қызықты факт айтып өтеміз. 3 қызықты факт немесе қызықты оқиға да болуы мүмкін арасында, сондықтан да енді аты жөнімізді айтамыз, сол анық қой. Бірақ сонда кейін қызық. Давай, кім бастайды бірінші? Сулифа. 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 Отырады. Сулифа. Лидер по жизни, лидер десең. Сонымен бірінші бастайтын бізде Алдияр. Қазір Алдияр бастайды, фук деп мына жерге ортаға отырады. Фук, қаш тұғын, фук. Сәлеметсіздер ме? Менің аты жөнім Азим Алдияр. Мен Түркістан облысы Шардара ауданында дүниеге келгем. Жасым 20-да. Жер адамым, жерде тұрам. Жер? Планетасы, жер. Қандай дәреже? Жер адамым. Түсінбей қаласың. Мен өзім туралы айтатын болсам, енді қызықты фактілерін айтайын өзімнің. Мен бетіп ойланған кезде бір точкеге қарап қаламды, біт сой ойлап қаламды. Деп ойланып қалам. Ұзақ отырасың ба? Жоқ, бүйтіп отырам ғой. Бір точкеге қарап қалам, кетті ойланып отырмын ғой. Ойланып отырмасың ба? Жоқ, негізі ойлансам. Қазір ойнамасың. Дұрыс, қазір ойнамасың. Сосын өзім қиялданып, ойыма келген нәрсе, бүйтіп басыма келген нәрсені айта салам өлең болса, бір көрініс кезде соны ойнай салам, өйткен сондай бір нем бар, қасиетім бар, айналайындар, қарақтар. Не толамын? Сәл не толамын? Солай жалғыздықтан қорқам, бір өзім қалып кетсем, қараңғыдан да қорқам. Тұрады, осы жерде анықтап кетейікші, жалғыздық деген өмірде жалғыз қалып кетуден қорқасың ба, жоқ бір бөлмеде жалғыз қалып кетуден қорқасың? Жалпы өмірде жалғыз қалып кеткен. Жалғыздық негізі дұрыс емес қой. Адамдардан қатты қысылмай сөйлей берем. Енді қызықты оқиғамды айтайын. Ал кеттік. Ал қызық басталды қазір. Небәрі сол 2016 жылы Астана қаласына бірінші рет келдім. Сонау 2016 жылы. Жасым небәрі бір 15-те болу керек. 21 ғасыр ғой, сонда ол, Пайды сонда болу керек. Шыңғысхан тірі ма ол кезде? Өліп қалған болу керек. Айтатын болсам, 2016 жылы бірінші рет Астанаға келдім. Сосын қыдырып жүргенде ағаммен бірге соның үйіне кеттім. Аузың былай ғой? Астана көріп, қарап жүрмін, есіл жақта жүрмін. Ағаммен кеттім да, азанда тұрдым да. Ағам үйінде қалғым келген жоқ. Бірінші рет келген адам үйінен шығып кеттім. Жалғыз өзің? Кілтің бар ма? Жоқ, Әлия Молдағұлова көшесін білесіз бе Астанада? Білемін. Сол көшеден, Артем жақтан сол көшеге қарай кеттім ғой. Адамдарға сұраймын. Кетіп барады, адам сұраймын. Молдағұлова көшесі қай жақта? Мына жақта дейді, сол қарап кетемін. Ана жақтан барған жерден Молдағұлова көшесі қай жақта деймін. Мына жақта дейді, соя қарап кетемін. Сөйтіп жүріп 2 сағатта үйге жеттім. Сол негізі өмірмен скучно, просто ештеңе қызық оқиға болмайды. Ләптопқа шомылатын ек. Ләптоп? Латоп. Мына жерде сен түсінбей қалған адамдар бар шығар. Ләтоп дедің бе? Ләтоп. Не жерге жазып қойыңызшы? Ләтоп. Ләтоп. Ол латок қой негізі. Латок, орысшадан шыққан. Латок сөзі. Яғни не ол? Латок деген андай арық қой? Арық. Типа жан-жағында цемент бар. Типа қолдан жасалған канал. Біздің үйде помидор огурцы егеміз.
Ауылда. Иә. Сол лотоктан су ағызып, соған мынандай кішкентай лоток қой, бұл биіктігі мынандай. Иә, сол қолдан. Арық қой кәдімгі. Иә, соған шомылады ек. Кішкентай кезде. Баспен сүңгіп па? Баспен сүңгіп, ары қарай тереңге кіріп, атып шығады ек. Енді сен нағыз ауылдағы балалық шақ дейсің ғой. Құрметті достар, осы біздің Алдияр. Жалпы егер Алдиярға сұрақтарыңыз болса, төмендегі пікір алаңы. Иә, инста парақшасында пайда болды. Және осы роликтің астындағы пікір алаңына жазсын. Алдияр, сенің бойың неше деген секілді сұрақтарды қоя берсеңіздер болады. Басың бос па? Басым бос. Басы боспын, шапка жоқ. Басы бос, сондықтан да Қызы жоқ басына отырған. сондықтан да инстаграмда жазыңыздар және лайк, комментарий. Келесі бізде Давай, смело. Ой, алпамыс, я же тут. Сейчас пару слов подписчикам туда-сюда сделай. Пару слов. Кет. Да. Мен есімім Қыдырғожа Алпамыс. Мен оңтүстік Қазақстан облысы, қазіргі Түркістан облысы деп атаймыз. Сол жақта тұрамын. Шымкент қаласында бір ауылда, станция Бадамның жанындағы Ақбұлақ дейтін ауылда тұрамын. Сол жақтан шыққанмын. Сол жақта оқығанмын 9 жылдық мектепті. Одан кейін колледжде оқығанмын. Сонымен осы Астанаға келіп қалдық. Жалпы өзімнің жасым 19-да. Осыдан бір ай алдым 19-ға толдым. Одан әрімен қарай ең кенжесі сен екенсің. Иә. Жалпы солай. Мен өзім жайында бір қызықты 3 факт айтып кететін болсам, менің ең алғашқы махаббатым бірінші сыныпта болған. Бірінші сыныпта ғашықсың ғой қыздар. О, махаббат. Бүйтіп отырады. Қосып алу, шығарып сап, қосып алу. Айтпаймын, құпия оқасын. О, махаббат. Есімі Жанелия деген қыз. Жанелия. Бүкіл мектеп қашып. Атын айтпаймын деді, артынша есімі Жанелия. Жанелия. Мен атын айтқан жоқпын, есімді айттым. Ат емес есім. Кешір. Жанелия егерде көріп Ялы болғызын сөйтіп айтып жүр. Қазір ол қызмен вообще араласпаймын. Мен басқа мектепке кетіп қалдым кейін. Ол басқа мектепте сөйтіп. Қашып кетті ол. Жүректерің жаралы ма қазір? Жанелия егерде көріп отырсаң, Қазір ойламайсың. Мен екінші фактымды айта кететін болсам, мен өмірі бірдеңені қиратып жүремін. Жоғалтып О, қиратып. байқадық уже. Қанша камераны сындырып, қаншама микрофон сындырып тастады осы видеоға. Күнде азында келсін бір нәрсе сынып жатады. Оған үйреніп қалдық. Жоғалтып та жүрген кездерім болды осы. Ал үшінші факт. Үшінші факт, қандай факт бар менде тағы да? Мен ішікпеймін. Ақпаймын. Қызық емес бұл. Жоқ, негізі қалжыңдап отырмын. Дұрыс, бұл айтып кету керек деп ойлаймын. Бұл да бір факт. Басын айтайын, Жоқ, нормально, нормально. Жоқ, шынымен достар, біз барлығымыз салауатты өмір салтын ұстанамыз. Есірткі, темекі, ішімдік деген нәрсеге аулақпыз. Сіздерге де сондайды кеңес береміз, ешқашан жақындамауға кеңес береміз. Бұл өмірде онсыз да басқа қызықты нәрселер өте көп. Менің басынан бір өткен қызықты соны есіме түскен сайын күле беремін. Мен жылағым, сол кезде жылағам негізі, бірақ қазір күле беремін. Осы мына жерде сақтап. Бәсе кейде де отырады да өзімен өзі күледі. Түсінбеймін. күліп тұрады да, артынан жылап жібере салады. Жылап атады бір кезде. Не болды десең, сұрамашы. Иә, сосын түсіндіріп қойдырамыз. Иә, соны енді ашайын деп тұр достар. Иә. Ал кет. 2016 жылы мен колледжге оқуға түстім. Алдында блогтан айтқанмын. Сол колледжге оқуға түстім. Сөйтіп мен ол кезде жатақханада жатпайтын тұғым, бірінші курста. Общежитиеде жататынмын сол жерде. Сөйтіп бізде ДШ-дан қосымша сабақ болатын тұғын. Типа ДШ-ның өзі бөлек, ДШ-дан қосымша сабақ бір болатын тұғын. Типа дайындалады жарысқа ше. Сол кезде бір рет мен қатысам, сөйтіп жатақханаға барып киім ауыстыратын боламыз ғой. Сөйтіп жатақханаға барып біз кірмейміз, сол жерде местный адамдар жатақханаға кірмейді. Сөйтіп жолдас балалармен кіріп киім ауыстырып аяқтап кірсек, бір кезде енді бір комнатаға киім ауыстырып жатсақ, аяқта бір бала келеді. Ұрысқа қалмай келіп отыр дейді. Ана апай жос көрсек, линейка ұстап жүреді, таяқ ұстап жүретін тұғын сол апай. Бір кезде сасқалақта, ана жерде сасқалақтағанда терезені ашып секіріп кеткен соңғы жатақханадан. Киіміңді бар ғой? Иә, жоқ. Майкымен. Білмеймін әйтір сасқы есімде жоқ, бірақ қыстың еді. Жоқ, қыс емес, басында ғой, күзде. Сөйтіп секіріп кеттім. Секірген кезде екінші этаж ба? бірінші этаж. Бірінші этаж өзі биіктеу болса. Бірінші этаж биік қой. Иә, сөйтіп
секіріп кетемін ғой. Секіргенімге дейін секіріп құтылып кетуге болатын еді ғой. Ар жақтан тура сол ағайдың сол жатақхананың тәрбиесі келіп қалды. Ол ағай енді ана апайдан жесткотығын бірақ ана тәрбиеге нанный адам еді да. Ал сонымен бергеле деді ғой. Берге бер деді. Бергеле деді ғой. Прям қашып баратсың ғой. Уже білдің әрі қашып құтыла алмайтын ше. Барды сонымен басын салды. Тағы да бір жолдас болмады қасында. Ал сонымен ағайдың жанына барғаннан бастап кетті ғой. Былай да былай. Ұрды ма? Ұрды, прям жұдырықпен емес енді. Шапалақпен бастан періп қалатындар ғой. Шапалақты ұрып, баспенен. Сендер колледждерінде не ұра ма не адам? Жоқ, ұрмайды, негізі просто біздің өзіміздің неміз ғой ше. Анда-санда қателігіміз ғой ана жерде жатақхана болсын. Ағай ұрса, ашуланып кетті просто ағайлар қызып кетті. Терезеден кажется, аяқ киіммен секіріп кеткенбіз біз еще. Сендер де есіктен кіріп тесттен секіретін жер ма болды. Сөйтіп ұрса ағайдың өзі сөйтіп кешірім сұрап, ағайға ешқандай реніш болмады. Ұрса да ше, өзіміздің кінәміз екенін біліп тұрмыз ғой. Сөйтіп ол ағайға рахмет едім сол кезде сөйтіп одан кейін жатақхананың жанына жақындамай тұрдым. Ағайды көргенде айналып өтеді. қашып па. Сөйтіп сондай бір қызық оқиға болған. Бірақ бір таяқ жеген екенсің. Осы менде қызықты Шапалақ мына шапалақтар. қызықты факт, қызықты оқиғалар осылай болды. Қайтадан алпамысқа сұрақтарыңыз болса, мұнда Instagram пайда болды. Және пікір алаңында пікірге жазып қойсаңыздар болады. Алпамыс басын қоспасаң. Осы емес. Осы емес. Сөзден ДТП болды мына жерде. Авария болды. Осы біліп отырып көреді. Андай орысша сөз бар ғой, все сложно деген. Сонымен енді келесі кезекте менің орныма біздің лидер, біздің топ басшы Дәурен. Let's go! Осы алыс отыра берсеңдер болады екен. Есім Дәурен, мені баршаңыз білесіздер деп ойлаймын. Фамилиям Лесхан, мені аша тастырмаңыздар. Лесхан деген менің папамның аты. Мен Тараз қаласының тумасымын. Осында 2011-ден бері Астанадамын, үйленгенмін, бір балам бар. Мен бірінші классқа орыс тілді мектепке берген мен ата-анам. Бірақ мен бір тіл орысша білмей барғам. Прям. Это сложно. Прямо мен мысалға принеси, хлеб да, один хлеб дегенде раз хлеб деген айтатын дәрежеде болған. Сосын мұғалім, бірінші классқа барған кезде поставьте ручки на стол деген, ручки на стол. Мен ручка деген не ол? Ручка ғой кәдімгі. Сол ручканы бүйтіп алып қойып жатсам, ол былай көрсетіп тұр екен. Поставьте ручки на стол. Ручки на стол. Сондай қызықтап, сол бірінші факт өте қиын болды. Мысалы бір орыс жігіт болды, Женя деген, Иванов Женя, я тебя до сих пор помню, если что. Каждый перемена, күніне бір рет келіп, мен басынан ұрып кетемін. Не уважать. Не уважаем. Ол мысалы еркекті түгел емес. Бұл бірінші факт. Екінші факт, мен Назарбаев университетіне түспей қалғанмын колледжден кейін. Бірақ бітіргенмін. Қалай? Мен білемін оны. Мен түспей қалғанда 11-ші жылы. Бірақ бітіргенмін 17-ші жылы. Қалай? Колледжге. Жоқ, колледж бітірдім 11-ші. Бітірдіңіз. Сосын Назарбаев университетіне түспей қалдым 11-ші жылы. Сөйтіп ендігі жылда шыққан. Дұрыс. Неткен интеллект сөйтіп түспей қалған, бір жыл қайта дайындалып барып қана түскен негізі университетке. Сондықтан да араларыңызда биыл 11-ші класс, дұрыс 11-ші класс емес колледж бітіріп жатқандарыңыз болса, университетке түспей қалсаңыздар, немесе ент-ні нашар тапсырып қалсаңыздар, еш мұңаймаңыздар. Мен мұңайдым шыны керек, бірақ артынша қайтадан жиналып, екінші тапсырып түстім. Сондықтан да еш мұңаймаңыздар. Өмір онымен бітпейді, дұрыс па? Сонымен, бұл екінші факт. Сендер күліп маған мазақ қылмайсыңдар ма? Қалжың. Дәртіміз бар ма? Үшінші факт, мен басымда жарық бар. Мына жерде. Шаш. Шырам бар. Тас деген ба? Давай онда бәріміз мақтанайық шырамдарымыз. Мен жерінде менің үлкен шырам бар. Ол кішкентай кезде болған. Қазір қыс қой, бәріміз шанамен кәшенген жақсы көреміз. Кішкентай кезде тем болмайды. Азымен кешке шейін мына жердің бәрі ол қатты мұз болып қанша жүре берсін, қалай жаурамайды деп ойлаймын. Сонымен біздің үй жақта, мен Тараздың шетінде тұратынмын ол кезде.
дәу водоколонка деген болады. Су жиналатын. И соның су ол дәу нәрсе ғой. Топырақпен үйіп қойған ғой. И сол горка жасағанда. Сонымен, короче, кашенетіміз. Кашеніп жүрдік. Bir кезде бәріміз паровоз болып кашен деген бар еді. Паровоз болып кашендік. И мен соңында қалдым, әйтеуір үзіліп кеттім. Айналып бардым, басым бір нәрсеге. Дың деп. Тасқа дейін ба? Жоқ, сөйтсем бит шығып тұрған арматураға қадалып қалған. Бит шығып тұрған арматураға қадалып қалған. Кірді ма дейміз? Мен білмеймін, сезбеймін ештеңе. Тарс ете алып тұрдым былай. Сөйтсем басымнан қан ағып жатыр былай, короче. Бәрі қасындағылар шок болып қалды. Шыңғырып, короче. Сөйтсем де жерім жарылып қалды. Үйге қарай зыт бардым. Жыладыңыз А? Жыладыңыз Есім жоқ шыны керек. Жыласам, жылаған шығар. Жылаған деп есептей берейік. Жылайсыз ба? Жоқ, жыламаған деп есептейікші десең. Жоқ, шыны керек, мына жерде былай қан аққан екен. Кейін нормально как бы басым. Нормально. Сол 3 факт. Қызықты оқиғасы. Қызықты оқиға ма? Қызықты оқиғаның орнына 4-ші факт айта салайыншы. Давай. Қызықты оқиға. Кейін айтамын десеге. Менің университетте бір баға аламыз ғой, әркім бір мектепте. Сен қанша оқыдың мысалы? Мектепте 3 пен 4 оқыдың. 4 пен 5 оқыдың. 3-4-5. 3 деген бағың бар ма? Сен ше? 4 пен 5. Алтын бала ба? Тоже сайды көріп 3-4-5. Мамасына. 4-5. Үшің жоқ па? Жоқ. Совсем? Вообще жоқ. 9 жердегі 4. 9 жердегі 4. 9 жердегі 4 отыз алды. Не? 9 жердегі 4. Жоқ, мен түсінбей қалдым, көбінесе реакция өтті. Мамасына дұбал шапалақтап қойып, тәрбие бергеніне дейік. Менің университетте 3 минус деген бағам бар. D- дейді. D-. 3 минус. Ол почти 2 да, по идее. Құладым деген сөз. Бірақ профессор құламасыншы осы деп 3 минус қойғанда әйтеуір кетсінші деп қойып берген. Сондықтан да университетті 2-ші жылға қалмай. Бірақ даже если мен 2 алсам, наверное, шығып кететін шығар. Біздің университетте қатал болды. Бірақ 3 минус деген бағам бар. Так, достар, жігіттер, қыздар. Қыздар жоқ. Қыздар жоқ дейсің ба, бәрі жігіттер. Енді өзімізді таныстырдық. Енді сұрақтар болса жазып. Енді менде мынандай ұсыныс. Жылдың басы ғой, сосын проекттің басы. Мұндай Year Compass деген сайт бар. Сонда жылдық жоспарды жазуға арналған буклеттер бар. Сол буклетті қазір мен шығарып алып келдім. 4 данасын шығардым. Әрқайсымызға жеке басымызға жылдық жоспар жазамыз. Бұл жерде тек қана жылдық жоспар емес, өткен жылдың да не болған нәтижесін жазу керек. Соны жазайық және сосын проектке арнап бір буклет жазайық. 4-өө шығарып келді содан ғой. 4 дана шығарып. Бұны бастамас бұрын, бірақ көрермендерге біз түсіндіріп өтейік бұл не екенін. Достар, егер сіздер де жылдық жоспарларыңызды әлі жасамаған болсаңыздар, yearcompass.com сайтына кірсеңіздер, қазақ тілін таңдайсыздар. Сосын сіздерге арнайы бесплатно, ақысыз осындай буклет шығады. Мұндай жылдық жоспарым деп басталады 2020-2021. Бұл жерде сіздер бірінші бетінде бұл не және қалай толтыру керек деген секілді бірінші бетті сізді осылай қарсы алады. Екінші бетінде келер жылдан сіздің не күтетініңіз жайлы бет келеді. Одан кейін келер жылды бастамас бұрын өткен жылға пікір қалдыру керек деген методика мұнда. Өткен жыл туралы. Сосын ары қарай сізге арнайы сұрақтар бар. Сізді бағыттап отыратын, осыны толтыратын кезде. Сөйтіп, бұл буклет осындай бір ыңғайлы. Бәрі кестелеріне толтырып қойған. Қолмен толтыруға болады. Сосын айтпақшы, егер қолмен толтырғыңыз келмесе, PDF-те компьютерде жүргізуге болады.
Ондай болса біз қазір бүйтейік, әрқайсымыз өз-өзімізге алайық тағына. Бастайық, Иә. Сосын ішінен оқымыз келген нәрсені көрермендерге оқып Болып тұрмын ана бірінші рет толтырайын деп. жасап бердім, жасамағансың ба? Жасамам, просто қолмен жасаймын. Өзім сызып, оған жылдық емес, енді күнделік или апталық жоспар. Аха. Қолмен. Сен жылдық жоспарың бар ма? Бар. Бар ма? Осыған түсіресің солар. Достар, біз бұл нәрсені шынымен бірінші рет бүгін алдық қой, енді ниет етіп өзіміздің жоспарымызды салайық деп сөйтсек, ішінде көп нәрсе бар екен және нұсқаулық бар екен, не істеу керек екенін. Бұл нәрсені толтыру үшін, жақсылап толтыру үшін кем дегенде 4 сағат керек екен. Сол үшін не істейміз? Сондықтан біз асықпай толтырамыз. Барынша бұл затты орындайтын болсаңыз, асықпай нақты оймен толтырыңыз. Бұл сіздің 1 жылдық жоспарыңыз. Міне достар, 3,5 сағаттай біз өз уақытымызды өткізіп, келер жылымызды жоспарлап, өткен жылымызды сараптап шықтық. Тек жай сөз болмасын, тек жай кеңес болмасын деп өз басымызға міне принтерден шығарып, әрқайсымызға біреуден, сосын проектімізге арналған біреуін жазып, өйткені мұнда проектке де арнап жазуға болады, бірнеше адам болып болсын. Енді қазір жігіттер өздерінің пікірлерінде қалай болды, ұнады ма, ұнамады ма, мен көрермендерге айтсындар болады. Маған ұнады. Өзің 2020-да не істедің, не істемедің деп қорытынды шығарасың, содан сабақ аласың, короче. Жалпы айтқанда, келесі жылы осы нәрсені істеуге болады ғой маған, 2020-да неге істемедім осыны деген сияқты ойлар келді. Бір жақсы сезім алушылық керек осыдан. Супер. Алдеке. Жалпы бұл барлық адамға керек зат екен. Мысалы 2020-да жасаған қателіктерің мен жете алмай қалған жетістіктеріңді еске түсіріп, 2021-де ол жоспарларды жазасың, болмай қалған. И оған қоса плюс тағы жоспарлар шыға бастайды. Сонда сізде мүмкіндік көп бола бастайды. Неге деген сұрақ келе бастайды. Не үшін бұны жасамадым деген. Сондықтан барлығыңызға кеңес беріп, тегін емес пе? Ең басты плюстардың бірі бұл тегін интернетте кіресіздер, жай ғана телефоныңыз болса, жүктеп аласыздар, телефонның ішінде де айтпақшы жаза беруге болады. Міндетті түрде қағазға шығарудың қажеті жоқ. Бірақ енді қазір принтер деген проблема емес, кез келген жерде қағазға шығарып алсаңыздар да болады. Сондықтан да маған да өте қатты әсерлі болды. Көптеген мұнда сұрақтар бар, кәдімгідей ойландыратын сұрақтар бар. Өткен жылы не маңызды болды, қандай адамдар сенің өміріңде маңызды болды, достарың, ортаң, денсаулығың деген секілді, қандай сабақ алдың деген бағыттап тұратын сұрақтар бар. Солар жауап берем дегенше ойланып, шынында өміріңді сараптап шығасың. Ол кәдімгідей өткен жылыңды тағы да бір рет өмір сүріп шыққандай болады екенсің. Сол жағы маған ұнады. Есіңе түсіріп шығасың. Сосын сондағын келер жылға қалай жөнделетін деген бәрін жазып шығасың. Енді мен айтайын деген мына проектке де жаздық. Құрметті көрермендер, біздің арнаның көп рахмет сіздерге, бізбен болып жатқандарыңызға. Мысалға бір топпен отырып жауап беріп жатқан кезде бір екі момент сіздерге айтқым келеді. Қиын кезеңдерде осы 3 адам біздің топқа тірек болады дегенде, сол көп 3 адамның бірі біз көрермендер деп жаздық. Яғни сіздердің бізге деген ілтипаттарыңыз, қолдауларыңыз, сосын сұрақтарыңыз, жауаптарыңыз, пікірлеріңіз бізге шынында көмек болады. Сосын тағы да бір моменттер, осы жылы энергияны қайдан аласыз дегенде біз тағы да не дедік, бір ауыздан оқырмандардан, көрермендерден дедік. Шынында біз сіздерден көптеген энергия аламыз. Бізге әрбір қосылған адам, әрбір лайк басқан адам, пікір жазған адам шынында оқып, мәз болып қаламыз. Және тағы да бір видео шығарып шабыт аламыз. Бізге шабыт бересіздер.
Иә, ол шынында солай. Сондықтан да достар, міне сіздерге бүгінгі влогты қарағандарыңызға рахмет айтамыз. Пайдалы болды деген сенімдеміз. Егер әлі де жоспар құрмаған болсаңыз, осы сайтқа кіріп, мұнда жазылу шығады қазір. Осы сайтқа кіріп, өзіңіздің өміріңізді тағы да бір рет жылыңызды жоспарлап, осы жылды әдемі сүруге біз сіздермен тілектеспіз. Жігіттер, қосарларың бар ма? Құрметті көрермендер, бүгінгі байқағандарыңызды, бүгінгі влог өзімізге арнап, өзімізше таныстырып келген адам бар, бізді танитын бар, мына кісіні таныса мені танымауы мүмкін. Сондықтан бүгінгі влогты осылай түсірдік. Сондықтан сіздерден тек қолдау күтеміз, лайк, подписка, жақсы пікірлер болса, біз ертеңгі видеоны керемет түсіреміз. Бүгінгі видеодан ертеңгі тағы да әдемірек болады. Менің жалпы алып қосарым жоқ, толықтай сіздермен келісем. Жалпы айтқанда солай, тек сіздерден қолдау күтеміз. Құдай қаласа онда бір хабарландыру айтып, осы бүгінгі шығарылымды бітірейік. Келесі аптада сұрақ жауап деген айдар болады, құдай қаласа. Алдиярдың, Алпамыстың, менің Instagram каналдарымызда сіздер бізге арнаған сұрақтарыңызды жаза аласыздар. Сол жерде біз сұрақтарды таңдап, барлығына болмаса таңдап, осы видеоға жауап береміз. Сосын ол бізде дәстүрлі айдар болып кетеді. Апта сайын күніне бір рет сұрақ жауап айдарын өткізіп тұратын боламыз, құдай қаласа. Сондықтан да сұрақтарыңызды дайындай беріңіздер. Біздің Instagram каналға тіркеліңіздер, сөйтіп сол айдардың басталуын құдай қаласа күтіңіздер. Бір айта кететін жайт, ақшалай сыйлық бар ең үздік сұраққа достар. Сондықтан да қазірден бастап сұрақтарыңызды дайындай берсеңіздер болады. Ол келіскен жоқ еді ғой. Сен де бар ма? Береміз. Өзің бересің ба? Смело берем деп отыр. Келесі аптаның сұрақ жауап айдарының спонсоры Алпамыс. Сондықтан достар, рахмет көп. Онда ертең кездескенше. Чау! Мынаны директоры сен боласың. Енді ол. Сақта отыр, жылдың соңында осыны кейсеге апарамыз. Жаңа балазай қаршып оқимыз.